Мә, қызым, тұрсаңшы, әлі ұйықтап жатсың ба? Туф, мама, не болды? Жүр, кеттік, сабаққа бармайсың ба? Қазір әкең де кетіп қалады ғой. Мама, мен барғым келмейді. Бармай-ақ қояйыншы, ол жерде мені кім күтіп отыр? Қызым, жүр, кеттік. Бармаймын. Жүр, кетуіміз керек. Қазір машина кетіп қалады, сосын таксимен барасың ба? Ал бармай-ақ қойсам жақсы болатын еді ше. Жоқ, жүр, кеттік, дайындал бол. Мектепте не бар осы? Бәрібір ештеңе етпейміз. Так, онда көреміз сосын. Тұрды ма Айдана? Енді тұрды. Айтпақшы, бүгін мен сенімен бірге офисқа баруым керекпін. Не болып қалды? Ана бір қабырғалар дұрыс емес бояп тастапты. Бәрібір емес пе, қандай болса да? Бәрібір емес, әдемі болып тұру керек қой. Басқа адамдар келгенде не дейді сосын? Жарайды, болды. Айдана, жүр, кеттік. Міне келдім. Әдемі шықты. Осы күшті шықты ше. Осы үшін естіп кеттім. Олар сауық көрмей ма? Кешігеді қыз. Мен апармаймын ғой сауыққа, сен апарасың ғой. Бүгін жұмыс істеуге дағы барасың ғой? Енді сол бармаса болмай тұр ғой. Қай жаққа барамын енді? Көрсейші, ана базарларда бар ғой бірдемелер. Көру керек енді. Мынау өтті ме? Өтпейді ме? Қойшы, тасташы, құмыраны сатпай қойшы. Құмыра өтеді. Өтіп жатыр ғой. Дым пайда жоқ. Мен ана қыздарды сабаққа барып тастайын. Мадина, менің телефоным қайда? Ой, мен қайдан білем? Бүгін бізге керек қой, быжы болады ғой. Не істейсің быжы? Керек емес. Қойшы, өзің миыңмен жазбайсың ба? Мен сияқты ақылды болу керек қой сол үшін. Ой, қойшы, бәрі сен сияқты ақылды емес енді. Жүріңдер, кеттік па? Мен сосын барам түсте. Бопты, мен кеттім онда. Жүр, кеттік. Мадина, біз де сабаққа барайықшы. Қой, біз әлі бармаймыз ғой. Біраздан кейін барамыз. Күте тұрсай. Жарайды. Мен Сараға барып келейін. Сара? Арман, не болды? Маған да телефон алып беріңдерші. Сен не істейсің оны? Маған жетпей жатқанда. Жарайды онда. Қазір қай апайдың сабағы еді? Ғали апай береді. Орындамадым мен қазақ тілінен не тапсырмасын. Ұрсатым болды қайтадан. Кеме қойса екен. Айтпақшы, Айданаға да кетіп қалған. Так, не істеп жатсыңдар? Сонымен сабақты бастайық тез-тез. Отырмайық бүйтіп. Апай, кірсем бола ма? Айдана, қайда жүрсің осы сен? Үнемі не үшін кешігіп жүресің? Түсінбеймін бар ғой мен сен. Бар, отыр. Мен айтам ғой үнемі. Менен кейін кірмеңдер деп. Сонымен сабағымызды бастайық. Так, үй тапсырмасына не бердім мен? Жаттау. Жаттау. Сонымен кім бастайды? Осы Айданада бір баға жоқ ше? Сен басташы. Жаттаған жоқпын. Жаттаған жоқсың, кешігіп келесің. Сосын жаттамайсың, жүр өстіп оқымай. Мен жаттағым келмейді. Сабаққа да барым келмейді. Өзім білетін шығарым. Қалай сөйлейсің, Ата-анаң айтам, мен осыны бар ғой. Сен мұғалімге сөз қайтаруға керек екен білесің бе өзі? Тым тәрбие көрмеген ғой. Неңіз бар менде? Жүрші сен қыз осы. Ештеңе оқымайды, не сабақ оқымайды, не үй тапсырмасын орындамайды. Не үшін жүр бұл мынандай мектепте? Босқа абыройымыз түсіріп жүресің бар ғой осы. Жайденді кеше салыңызшы бір жолға. Бір жолға емес, неше рет өстіп бұзықтық жасадың. Не анау? Түрін қарашы. Бар енді. Қалай, қатты дұрыс жүрмедім бе? Жоқ, бәрі жақсы, қайта дұрыс болды бар ғой. Бізді де тыңдамайды бұл қыз. Не істейміз енді бұны? Білмеймін. Бірақ мынаның тәртібі нашар бар ғой. Түзеңіздерші.
Неге маған ұрысып жатсыңдар енді? Апай өзі кінәлі емес па? Мен емес. Өзінің басын ауыртпай тыныш отырмай ма? Туф, енді ол сен үлкен кісі ғой. Соны айттым, қалай сені түзейміз осы? Бәле болдың бар ғой. Не үшін біз сені осы ақша төлеп осы мектепке жаздырып жүрміз? Оқысын деп жүрміз ғой. Бұл жерде жақсы оқытады басқа мектептерден қарағанда. Ай сайын ақша төлеп сол үшін. Қойшы болды, мен жұмысқа барайын. Мен де барам, қазір сен бар да үйге барып, осы қылығыңды ойланшы. Баршы үйге. Бопты. Не істейміз бұл қызды? Білмеймін, мүлде бір орай жоқ қойшы. Жүр жұмысқа барайық енді қайтадан. Не мынау енді? Бүкіл қабырғаны бір түске бояп тастағансыңдар. Ең болмаса кішкене ашығырақ түске боямадыңдар ма? Қарашы мынау немене сұп-сұр ғой? Кешіріңіз енді, олай қайталанбайды. Қайталанбасын, неге қайталану керек? Жақсы. Қайтадан бояп шығыңдар. Осылар шаршатты бар ғой, мен келмесем бүкілін білдіретін сияқты ғой. Сәлеметсіз бе? Иә, сәлеметсіз бе? Біз біраз кредит алайық деп едік мына жерден. Иә, оны бірінші этажға барып айтсаңыз да болады. Иә. Тоқтаңызшы, сіздің атыңыз... Кешіріңіз, сіздің атыңыз Марал емес па? Сіз мені қайдан білесіз? Бірақ білуіңіз керексіз ғой енді. Жоқ, мен сізді бұрында көрген сияқтымын. Сіз Маралсыз ғой? Мені танымай қалдың ба, Марал? Қандай Марал? Есіңде ма, бұрында екеуміз бір университетте оқып едік қой? Иә, күшті. Мен сені мына жақтан кездестіремін деп ойламаппын бар ғой. Не істеп жүрсің бұл жерде? Мен енді бұл жердің бастығымын ғой. Сен осы жердің бастығысың ба? Күшті. Мен сол осы жерге бір ақша аударайын деп келгем. Қалай жалпы? Иә, көріспегелі біраз болып кетті ғой. Иә, айтпақшы біздің үйге жүрсеңдерші. Жоқ енді. Одан да сендер бізге келіңдер бүкіл адамдармен сол. Иә, жарайды, келеміз ғой. Жақында біз де барып қалатын шығармыз. Жарайды, онда мен кетейін барып. Қызыма қарауым керек. Жарайды. Айтпақшы номерімді жазып ала салсайшы. Иә. Так, айтты енді. Так, сонымен 778 918. Болды. Күшті болды ғой бар ғой. Жарайды, мен де кетейін болды. Я негізі екеуміз бұрыннан бері дос болатынбыз. Кішкентай кезімізден ше, мектеп кезімізден, сосын бір университетте оқып. Айтпақшы, Айдана келші. Не болды, мама? Тағы ұрсысыңдар ма? Жоқ, негізі ол үшін емес. Былай ғой, біз негізі Семейге бара жатырмыз. 1-2 аптаға. Соны сен қалдыратын жер болмай тұршы. Мен өзім үйде қала бермеймін ба? Қош, үйде қалсаң тағы бірдемелер бүлдіретін шығарсың, білеміз ғой сен. Енді қайда апарасыңдар? Расымен де сол қайда апарамыз? Туысқандарың сені кіргізбейтін де шығар үйлеріне. Апасын апарып тастайық па? Апасы кіргізбейді бұны үйге. Қуып жібереді. Айтпақшы, менде бір ой бар негізі. Қандай? Бағана мен саған айтып едім ғой, бір құрбым бар деп айтып отырған бағана. Соны үйіне апарып тастауға болады енді. Қумыш? Бір түрді оқымай ма? Жоқ. Керісінше бәрі жақсы, кішкене балалармен араласып дегендей ғой. Бізде кішкене татуласып не біраз. Иә, сол. Ертеңге дейін киімдерін жинап қой, сол үйге барасың. Туф, бармайым мен. Көрінген адамдармен тұра берем ба? Ол үйде сенен жаста қызы бар. Бәрібір бармаймын. Ал, енді не істейміз? Ертең барады ғой бәрібірде. Енді басқа баратын жер жоқ қой. Жарайды. Туф. Барғым келмейді. Не үшін мені алып кеттіңдер енді?
ештеңе өтпейді, барасың, олармен бірге дос боласың. Олар негізі өте жақсы отбасы, білесің ба? Оның сенен жасты қызы бар, айтпақшы, Назым деген. Туф, маған бәрібір қандай болса да аты оның. Барғым келмейді ол жерге. Болды, қой қызым, енді қайда барасың осылай? Сенмен кеткенде өзіңмен бірге алып кетпейміз ғой сен. Бізде жұмыс жасауымыз керек. Саған айтпақшы, семейден келгенде бір күшті заттар әкеліп береміз, жүре ме? Бопты. Ал, міне келдік, жүріңдер, кеттік. Мама, қашан келеді әлгі? Құрбыңыз. Туф, енді келеді, негізі олар жақсы кісілер, білесіңдер ма? Адам құсап амандасып, мына жердің быт-шытын шығармай отырыңдар. Келе ғой, Мұрат. Мама, мен саған негізі бір нәрсе айтайын дегенмін. Менің очкиім сынып қалды ғой, білесің, ұзақ уақыт болды ғой. Басқа очки алайыншы. Туф, күтсеңші енді. Оған да біраз ақша жинауымыз керек. Кішкене жұмысқа орналасып алайық та, күтсеңдерші біраз. Шеттеріңнен бір бұйымтайларыңды айтпай. Келді аналар. Жүріңдер, дұрыстап тұрыңдар, адам ұқсап. Киіміңді ауыстыршы, Мадина, не анау? Туф, жап-жақсы киім. Менікін кие сал. Үйлері ескі ғой. Туф, енді бұл бұрынғы үй ғой, жаңадан болмайды ғой. Алсамен әдепті бол. Ұқтың ба, Айдана? Дөрекі сөйлеп жүрме, ұят болады. О, қалайсың? Жақсы. Келіп отырыңдар, келіп отыра беріңдер. Жоқ, болды, біз асығыспыз қазір. Онсыз да семейге бару керек дегендей, ол жерде жұмыс күтіп тұр. Отырмайсыңдар ма біраз? Жоқ, енді бара берейік біз. Енді жұмыстарымыз бар. Отырмайсыңдар ма кішкене? Енді ғана келіңдер. Жоқ, негізі біз сендерге қызымызды тастап кетейін деген. Міне мына біздің қызымыз Айдана. Айтпақшы, сенің бір 7-ші сынып оқитын қызың бар еді ғой, сонымен бірге бір мектепке жазып қойдым. Иә, Назыммен. Жарайды. Біз кетейік тезірек. Біз ана такси күтіп қалады дегенде ғой. Келгендерінен кеткен тез болды ма, не болды? Туф, қойшы болды енді. Айдана не жаққа бару? Балалармен таныса не? Масқара. Сәлем. Сәлем. Менің атым Сара. Менің атым Назым. Мен Мадинамын. Үйдің үлкенімін. Ал бір Мұрат, ең кіші ініміз. Жарайды, сендермен танысып отырам ба? Ой, не істесең де өзің көш. Кеттік біз. Сабаққа баруымыз керек. Сәлем. Менің атым Назым. Бағана ғана айтқансың, менің атым Айдана, болды ма? Менің атым Мұрат. Білеміз. Жарайды. Негізі олар жақсы қыздар ғой. Екеуі ше. Менің сіңілім мен әпкем. Жақсы қыздар. Көріп тұрып қой. Сен біз жақтырмай тұрсың ба? Жоқ, бәрі жақсы. Болды, маған біреу звондап жатыр. Жақсы, жарайды, өзің білесің ендеше. Аяулым екен ғой. Привет, аяулым. Қазір мен саған бір видео жіберемін, күте тұршы. Менің қандай жерде тұрғанымды көріп тұрсың ғой. Көмегің керек. Үйің алып кетші өтініш. Қазір барам. Мамаң айтып қой. Мен кеттім. Қайда баратсың? Аяулым деген құрбымның үйіне барам. Мынандай жерде отырмайым. Кеттім мен. Қайда кеттің, Айдана? Жай, көшеде біраз жүріп қайтайын. Келсе, Айдана. Жақсы болды ше келген. Үйде онсыз да басқаларын шақырайын деп жатқам. Сол менің де кетіп қалғаным жақсы болды. Саған жіберген видеоны көрдің ба? Көрдім ғой. Қайтып өмір сүресің жерде 2 апта. Соны айтам ғой. Жарайды, жүр, мамаң үйде ма? Әкем мамам бүгін толық үйде. Сәлеметсіз бе?
сәлеметсің. Жүрші аяулым, біраз мына жаққа қарай жүрші. Түспек қалыңыз қалай? Жақсы. Жарайды, мен кеттім. Сыртқа шығып қайтайын. Аяулым, айттым ғой мен саған мынаумен бірге құрбы болма деп. Ту, мама. Ол менің ең жақын құрбым ғой. Қалай оған тастап кетем, ойлашы. Онсыз да көрдің ғой мен саған көрсеткен видеоны. 2 апта сол үйде қалай тұрады, ойлашы, қандай қабырғаларын көрдің ба? Туф, өзінің проблемасы өзі шешеді. Ата-анасы не үшін оған лақтырып кетіп жүр оны? Бұзық болғаннан кейін де қандай екен білесің ғой, сен де сондай болып кетесің. Туф, мама, ол бұзық қыз не болыпты енді соған мен дос болмай кетем ба? Я. Қызым, мен сені жақсы көремін ғой, білесің ғой. Мен саған жақсы болсын деп айтам бәрін. Сол үшін мені тыңда, ұқтың ба? Туф, мама, болды. Қазір анаған бар да айт. Кет бар деп үйден. Енді кішкене баршы. Сонымен біз сөйлесіп біттік, үйде қала берсең болады. Негізі. Мен болды, қалмайым, мен кете берейін, Енді не деген мен бөтен жарайды. Қумашы, Айдана, бізбен бірге жүрсеңші. Жоқ, болды, мен бара берейін одада. Жарайды, болды, кеттім. 1, 2, 3, 4. Ол міне, байдың қызы келіпті ғой. Келдік, сыйыспай. Ризасың ба? Енді қайда сыйсасың мынандай мінезің? Ту, Назым, таста шанағыны. Дыңғырлатпай. Осыдан көресіңдер бар ғой, мықты дизайнер болып кетем да. Осындай гитараның 1045-ін алып алам. Сендерге бермей. Ту, баланың ойынын айтпаш. Не болды? Қалай досың? Ой, қойшы болды, сөйлескім келмейді. Мен басқа құрбымның үйіне барам. Қазір шыға алмайсың кешке? Не үшін шыға алмайды екен, өзім білем емес па? Ой, рейд жүреді далада, ұстап алады сені. 18-ге толмаған соң аппаратты отырасың. Туф, ол да бар екен ғой. Ал мен ойнайым. Бар, ойна. Үй тапсырмасын қарадың ба, Назым? Мен қарамайым. Туф, құмаш, қарасайшы, не осы сен оқымайсың? Соны атақты дизайнер болам дейсің. Оған да бір геометрия керек қой. Маған керек емес. Бәріне керек ол. Қойш, Мадина, бәрі сен сияқты бір оқымысты болғысы келмейді жүр. Туф. Мен қоқыс бар ғой, солар бутылкалардың бәрін апарып жинаймын. Ертең ба, бірсі күні ма, сол күндері Әйтпесе басқа бір гитара алу керек болды Мен қанда очкиім ақша жинасашы. Ой, Құдай. Туф, енді бутылка тергеніміз қалып еді. Сен термейсің ғой, біз тереміз. Саған мама ақша жіберіп те отыратын шығар. Қайдағы, жібермейміз деп жатыр ғой. Бүгін ақ сұрадым, жауап бермейді. Енді жолда кетіп бара жатқан шығар. Бәрібір маған. 10 000 теңге салып қоймай ма ең болмаса? Қойшы болды, біз өзіміз табамыз ғой. Енді сұраймыз деуге болады енді. Назым, телефонды дұрыстап қарақтың ба? Не үшін өз телефонды өзім білетін шығар? Сосын мен ұстаймын ғой. Қалай бір-бірлеріңдің телефондарыңды келесі жыл ұстай бересіңдер, түсінбеймін. Мен жыл сайын жаңадан iPhone ауыстырам ғой. Ой, біздік семен салыстырмай қойсай. Айтпақшы ертең сенің менімен бірге оқиды екенсің ғой, сол мектептегі алғашқы күнің болады. Білем. Ескі мектепте. Жақсы ол мектеп. Жақын ғой енді үйімізге әйтеуір. Әйтпесе басқа мектептер алыс. Соны айтамын. Жарайды, болды, ұйықтайықшы. Ұйқым келіп кетті. Ертең күреске барым керек. Ой, мектепте күрес, керемет күрес болса мейлі. Болыпты, мен де ұйықтаймын. Мен де енді басқа не істеймін енді?